Зертханалық жұмысымыздың тақырыбы бойынша қағаз өндіру технологиясы. Ол үшін бізге керек заттар: бірінші зат мақта, екінші зат зертханалық шикізат, яғни өсімдік жапырақтары және сабақтары. Үшінші затымыз сұйық желім, төртінші зат рамка, бесінші зат шүберек және алтыншы зат губка болып табылады. Зертханалық жұмысымыздың мақсаты зертхана жағдайында қолдан қағаз өндіру болып табылады. Бүгінгі біздің зертхананың бастамасы мына тұрған мақтаны алып, мына жылы суға бөлшектерге бөліп саламыз. Алыстамыз. Келесі бізде жылы суға салынған мақтаның үстіне өсімдіктің жапырақтары мен сабақтарын салып, және де сұйық желімді құйып жақсылап араластырамыз. Ендігі біз жаңағы араластырылған заттар, яғни дайын затты біз аламыз да мына затқа құямыз. Яғни рамкаға сүзіп алып, рамканың үстіне құямыз. Рамканың үстінде қою қалады, ал астындағы ыдыстан сұйығы қалып шығады. Тура солай біз сұйық затпен қою затты бөліп аламыз. Сүзіп алған затымыздың үстіне мата жабып, оны келі төңкеріп аламыз, аударып аламыз. Аударып алған затымызды үстіне губка қойып, суын сіңіріп аламыз. Келесі бізде дайын затымызды рамкадан бөліп алып, ол кеткенше шүберектің бетінде қалдырамыз. Біздің зертханамыздың соңғы кезеңіне келдік. Біздің қағазымыз дайын болды. Соңғысы, яғни ол үшін дайын болған қағазымызды шүберектен бөліп аламыз. Міне біздің дайын болған қағаз. Міне.